Сараңдылық пен жинақтылық. Бірнеше тәуір кісілер бір жетім жесір қалған үй үшін жылу жиямыз деп, әр үйге қыдырып барып жүріп бір байдың үйіне келсе, бай жұмыскеріне бір кішкентай жіпті жаңбырда ұмытып далада қалдырыпсың деп қатты ұрсып тұр екен. Ұрсып тұрып айтады: сен білмейсің, ол кішкентай ғана жіпте болса, малға сатып алынған нәрсе, малдың табылуы оңай емес деп. Мұны естіп көріп, әлгі жолаушылар өзді-өзі сөйлесті: бір жаман жіпті далада ұмытып қалдырдың деп, сонша кейіп тұрған адам бізге еш нәрсе бере қоймас. Аузымызды ауыртпай, келген ізімізбен қайталық. Ішінде біреу айтты: неміз кетіп барады, келген соң бұған да айтып кетелік. Бұл сөзбен байға келіп сәлем берді. Бай бұларды әдеппен үйге кіргізді. Сонан соң келгендердің жұмысын естіп, сол жердің өзінде бөтендерге қарағанда 2 есе ақша шығарып берді де, және мұнан басқа 4-5 қап астық беремін деп уәде етті. Мұнысын көріп жолаушылар таңданып отырды да, өздерінің далада байды сараңға қойғандарын айтысты. Сонда бай айтты: аз нәрсені азсынбай, қадірін біліп жинағаннан осындай кем кетікке жәрдем беруге қолым жетісті. Жинақылық сараңдылыққа қосылмайды, дейді.